Сәлем баршаңызға. Бүгін мынандай біз өрнекті ықшамдап үйренеміз. Біз бұл сабақта мындай -1 дәреже, -2, яғни -n дәрежеге дейін осындай бөлшектің үстінде тұратын минус дәрежемен жұмыс жасаймыз. Мына жерге формуласын сразу жазып кетейік. Егер мысалы a-ның -n деген дәреже дегеніміз минус болса, ол бөлшектің асты деген сөз. Сонда a бөлінген n дәреже. Ол жоғарыға шыққан кезде жаққа минус дәрежемен шығады. Мысалы a-ның m-n дәрежесі болса, m-де минус жоқ қой. a-ның m дәрежесі жоғарысында, ал n дәрежесі төменде болады. Сонда үстіндегі бөлшектің үстіндегіден астыңғысының дәрежесі алынып жасалады. Былай бәрін үстіне шығарсақ. Осы формуланы қолданып мына есепті шығарып тастайық. Ал бірінші не істейміз? Бірінші біздің бөлгішке дейінгіні, біздің бөлгіштен кейінгіні жеке-жеке қарастырып алайық. 4-тің k дәрежесі көбейтілген 3-тің n дәрежесі жақшаның сыртында квадрат. Сонда жерге тағы бір формула. Жақшаны қалай ашамыз? Мысалы, a-ның n дәрежесі көбейтілген b-ның m дәрежесі жақшаны бір z деген. Сонда мынау z әрқайсысына көбейтіледі. Және z көбейтілген n дәреже, z көбейтілген m дәреже. Әрқайсысына, әрбір мүшесіне бай-бай көбейтіледі. Мысалы, мына жерде тағы да көп кете беруі мүмкін. Z әрбір жүрегіне көбейтіліп кетеді. Жақшаның сырты, жақшаның қасиеті. Ал осыны міне, сонда 4-тің 2k дәрежесі көбейтілген 3-тің 2n дәрежесі міне. Болды. Енді бөлшек бөлгіштен кейінгіні қарастырайық. 4-тің k-1 дәрежесі көбейтілген 3-тің n-1 дәрежесі жақшаның сыртында квадрат. Енді біріншіні k-1 дегеніз мынаған келтіріп алайық. m-ның орнында k, n-ның орнында 1. Сонда 4k бөлінген 4-тің өзі. Мына жерде 1 былай жазылмайды. Жасырын болып тұрады. Көбейтілген 3-тің n дәрежесі бөлінген 3. Сыртында квадрат. Ол дегеніміз 4-тің 2k дәрежесі көбейтілген 3-тің 2n дәрежесі бөлінген 4 квадрат көбейтілген 3 квадрат. Ал енді үшінші енді мынау жаңағы бөліндіні сызық қып жасақ болады. Сонда мынау біріншінің орнына мына өзінің мәнін 4-тің 2k дәрежесі көбейтілген 3-тің 2n дәрежесі бөлінген 4-тің 2k дәрежесі көбейтілген 3-тің 2n дәрежесі бөлінген 4-тің квадраты көбейтілген 3-тің квадраты. Білесіздер, яғни басты жаңағы бөлінді сызықтан кейін астындағы тағы да бөлінді тұрса, ол қай болады? Жоғары шығып кетеді. Алдыңғы есептерде есеп шығардық. Осы бойынша 3-тің 2k дәрежесі, 3-тің 2n дәрежесі жақшасы деп қоя салайын, көбейтілген. Жақсы істемеқті қойын. 4 квадрат көбейтілген 3 квадрат бөлінген 4-тің 2k дәрежесі көбейтілген 3-тің 2n дәрежесі. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мынау қысқарып кетеді толығымен. Сонда 4-тің квадраты 16, 3-тің квадраты 9. 16-ны 9-ға көтейік, 144. Міне. Біздің есебіміздің жауабы 144. Өте оңай. Енді дәл осындай тағы бір есебіміз шығарайық. Осыған ұқсас, осындай минус дәрежемен жұмыс жасап көрейік. Мен келесі есепті жазып алдым. Бұл есепте де теңдіктің арғы беті мен бергі бетінің тең екенін көрсетуіміз керек. Ең алдымен теңдіктің бергі бетін қарастырып алайық. Бірінші жазып алайық. 0,125 көбейтілген a-ның -2 дәрежесі квадраты жақын сыртында 4 куб a куб. Енді
0,125 дегеніміз 25 бөлінген 100 деп аламыз. Үйретке өткен сабақтарда өтірді бай қоюды. Енді көбейтілген а-ның -2 дәрежесі дейміз. Жаңада формуладан тағы жаза салайын. А-ның -n дәреже дегеніміз 1 бөлінген а-ның n дәрежесі деуге. Сонда бір бөлінген а квадрат болады. Жақын сыртында квадрат көбейтілген 4 куб а куб. Ары қарай 25 пен 100-ді қысартсақ мынаған 1, мына жерден 4 қалады. 1 бөлінген 4 көбейтілген а квадрат. Жақын сыртында квадрат 4 куб а куб. Енді 4 квадратты жақын ашамыз. Сонда 1 бөлінген 4 квадрат а-ның 4 дәрежесі көбейтілген 4 куб а куб. Мынау да білесіздер, астында 1 деген бөлімі бар. Сондықтан мына жерде жанында тұрса, ол үсті болып есептелінеді, бөлшектің үсті. Қысқартайық, 4 квадрат мен 4 кубты қысартсақ, мына жерде үстінде 4 қалады. Мына жерде а-ның 4 дәрежесі мен а-ның 3 дәрежесін қысартсақ, мына жерде 1, мына жерде а қалады. Сонда 4 бөлінген а болады. Теңдіктің бергі беті 4 бөлінген а-ға тең болды. Ал енді екінші беті дәл осы 4 бөлінген а шығатын көрсетуіміз керек. 2-ның квадрат көбейтілген а-ның -1 дәрежесі дегеніміз 2-ның квадрат 4, а-ның -1 дәрежесі дегеніміз 1 бөлінген а. Сонда 4 бөлінген а. Бізде дәлелденді, ешқандай қиындығы жоқ. 4 бөлінген а, 4 бөлінген а. Түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.